Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін 2 уыс алма қақтан 10 литр компот әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге кептірілген алма, яғни алма қақ қажет. Осы алма қағымызды алып, жақсылап жуып аламыз. Оны ыдысымызға салып, 1 сағат қайнатамыз. Қайнап болғаннан кейін міндетті түрде 1 сағатқа суытуға қойып қоямыз. Яғни салқындаған кезде үстіне 300 грамм қант саламыз. Одан кейін оның үстіне лимон қышқылын қосатын боламыз. Яғни мен лимонды алып 2-ге бөліп, оның жарты бөлігін сығып қосамын. Негізі лимонный кислотаны да қоссаңыздар болады. Біздің компотты біздің үйдегілер өте жақсы көргендіктен мен жиі әзірлеп тұрамын. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Қазір мына ораза кезінде ауызашарға жасасаңыздар, үйдегілер міндетті түрде сүйіп ішетін болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, барлығын салып алдық. Енді жақсылап араластырып жатырмын. Яғни бұны араластырып болғаннан кейін сүзіп алатын боламыз. Достар, мен бүгін жасап жатқан алмадан жасалған компотым сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне мен бүгінгі ауызашарға жасаған компотым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ораза қабыл болсын.